Енді біздің оқушылар тақырыбымыз негізгі әлемге сүйіспеншілікпен қараймыз. Ал енді бұл тақырып аясында сурет салу барысында біз ескеру керек бағалау критерийлері бар. Яғни біз өзіміздің суретімізді осы критерийлерге сүйене отырып жасауымызға болады. Бірінші біз не істейміз? Суретші жұмысты А4 форматта орындайды. Суретші жұмыстарында берілген идеялар мен тақырыптарды сипаттайды. Ал үшінші, қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолданады. Төртінші, орындалу техникасын анықтайды. Одан кейін түстік